Ләззат Қапшыға. Өкінбе сен. Соңғы уақыт еңсем көтерілмей, өзімді қылмыскер жандай айыпты сезініп жүрмін. Басқа бәле тілденді деген рас екен. Өз-өзімді кінәлі сезінуімнің де реті бар. Түсінікті болсын, бәрін басынан бастайын. Мен жоғары оқу орнын бітірген соң жұмысқа орналаспақ болып бармаған мекемем, ашпаған есігім қалмады. Барлық жерде қысқарту жүріп жатыр екен. Тауым шағылып, шаршап та кеттім. Арқа сүйер ағамның, көмек берер көкемнің жоқтығынан алып, көше бойында жылап та келемін. Алматыда жаңбыр құйып тұр. Қолшатырым да жоқ, тоңып та келем. Осы сәт қолшатыр ұстаған бір апай: «Қалқам, тоңып тұрсың ғой, жүр, менің көлігіме барайық», деді. Мен оған ызғарлана қарап, ызалана, «Тоңған жоқпын», деп дүрс ете қалдым. «Жүр қалқам, жылама, тілдесейік», деді де мені иығымнан құшақтап көлігіне отырғызды. Солай біз таныстық, сөйлестік. Ол мені көлігімен жұмыс орнына алып келіп шай берді. Құдай жарылқаймын десе әп-сәтте екен. Ажар Ахатқызы осы мекеменің бастығының орынбасары болып шықты. Сол мекемеде іс тәжірибеден өтуіме кеңес берді. Оған да шүкір дедім. Арада біршама айлар өткен соң бастыққа айта жүріп менің жұмысқа қабылдануыма көмектесті. Мен бақытты едім. Адам баласы жамандыққа да, жақсылыққа да тез үйренеді ғой. Шынымды айтсам, дандайсып кеттім. Ол кісінің тілін бірде алсам, бірде алмай, берген тапсырмаларына жүрдім бардым қарадым. Мал аласы сыртында, адам аласы ішінде деген мен қайдан білейін? Ажар Ахатқызына қызғанышпен қарайтын адамдар да бар екен. Бастық сені жұмысқа алған, бұлдап, саған бар айтқан әмірін жүргізіп, үсті-үстін тапсырма бере береді. Өзің жүдеп те кеттің. Сен соның айтқанына көне бересің бе деп арамызға от салып жүргендерін мен сезбеппін. Неге екенін білмеймін. Соңғы уақытта Ажар Ахатқызы мазасызданып, мұңайып селсоқ жүрді. Оның көңіл күйін сұрап, қал-жайын білудің орнына ол кісінің әрісіне көреалмаушылықпен, іштарлықпен қарайтын, көзінше күлімдеп, адал жандай көрініп, ал сыртынан сөз айтып жүретін қыз-келіншектермен қосылып алып, өзіме жанашыр болған жан туралы өсек сөз айтып, маған сабақ болсын деп өзінің де басынан өткерген өмірі жайлы айтқан сырларын сыртқа жайып, жамандауға әуес болдым. Қыздар, сендер Ажар Ахатқызының үйі бар, күйі бар, жағдайы бар деп таңғаласыңдар ғой. Менің бір байқағаным, бұл кісі кешкі тамағын ішкен соң таң атқанша үйінен кетіп қалады. Күйеуі қайдан келді, қайда барады, тіпті шаруасы жоқ. Екеуі бір-бірінен бөлек жандар секілді. Түсінбедім. Таң атқанша қайда жүреді? Қайда барушы еді? Қонақ үйге баратын шығар деп қыздар сықылықтап күлсін. Масқара. Есік жаққа қарасам, Ажар Ахатқызы шығып барады. Біздің бар әңгімемізді естіді. Енді кіретін тесік таппай сасып қалдым. Сол күні жұма еді. Ертеңінде сенбі күні ол бөлімдегі төртеумізді таңғы 9-ға жұмысқа шақырды. Әрине, төртеумізде енді не болар деп таң атқанша көз ілмедік. Таңда атты, жұмысқа келдік. Көңілсіз күй танытқан бастық апамыз машинаға отыруымызды сұрады. Біз үнсіз келістік. Жүріп келеміз. Бір кезде қаланың шетіндегі шағын ауылға келдік. Бізді үйден шыққан апа мен ата қуанып қарсы алып жатыр. «Ой, Ажар қалқам, денсаулығың қалай? Сен ауырдым дегеннен бері осы ауылдың бәрі уайымдап жүр. Өзіңе айтар жаңалықтар көп. Сен келіп қалама» деп балалар да құлпынай теріп, тауықтың жұмыртқаларын да көптеп жинап қойды. «Апа, жарайды, шай қойып жіберсеңіз, кейін сөйлесерміз», деді ақырын ғана. Біз ештеңе түсінбей абдырап тұрмыз. Бізді шағын өзен жаққа бастап апарып, терең күрсінген Ажар Ахатқызы әңгіме бастады. Мен сендер айтқандай түнде зерігіп, қонақ үйде түнгі көбелек болып жүрген жоқпын. Әркімнің айтыла бермейтін қателігі мен сыры болады. Жұбайлар бар әңгімесі таусылған дегендей, менің де жұбайыммен сырымды бөлісіп, айтылар әңгімем ертерек таусылды. Жалғыз сырап қалдым. Бірақ мен өмірде өлімнен емес, ажырасу деген сөзден қорқатынмын. Оның да өзіндік себебі бар. Жас кезімде кетіп қалуыма да болар еді. Бірақ бір жағдай себеп болды. Көршінің келіні үнемі мұңайып, көңілсіз жүретін. Бірде хал жағдайын сұрасам, мұңын шағып кетті. «Ажар апа, менің ата-анам ажырасып, әкем өзге жанға үйленіп, анам басқа жанға тұрмысқа шықты. Әр балада бір шеше, бір әке болу керек қой. Менің тойымда 2 әке, 2 шеше болып, 4 адам қатар жүрді. Осы күні енем сол жағдайды бетіме басып, қыр соңымнан қалмай айтатын болды. Жолдасым үйде жоқта, сенің қай әке шешеңді құрметтеп, құда-құдағи деп төрге отырғызып сыйлаймыз деп жанымды жей береді. Онсыз да әке-шешемнің ажырасуы маған аз соқы болмап еді, деп егіліп жылап қалды. Мен көшім Айгүлмен арада болған осы әңгімеден соң көп ойландым. Ұлым мен қызым болашақта осындай күйде болмау үшін көніп төздім. Ал екінші жағдай, мен күндіз қызметкермін, түнде кәсіпкермін. Бір жылдары банктен үлкен несие алып, жер сатып алып, үй салмақшы болдым.
Бірнеше жер алдым, үйдің де құрылысын бастап кеттім. Бірақ менің сатып алған жерімнің құжаттары заңсыз болып шықты. Сотқа барып дауласып, әділдік іздегеніммен еш нәтиже шығара алмадым. Ақыр соңында несиелерді өтеу үшін мен күндіз сендермен бірге қызметте болсам, түнде гүл базарына барып таң атқанша гүл саттым. Кейде түшпәрә жасайтын цехтарда түнгі маусымда жұмыс істедім. Тіпті түнде жол жүріп, Талдықорған қаласына барып, сол жақтан араның балын тасып, таң ата оларды үстеме бағамен базаршыға өткізетінмін. Ауыл-ауылды жағалап, қымыз, шұбат тасығанда күндерім болды. Мен мұны тіс жарып ешкімге айтпадым, ешкімнен қарыз сұрамадым, ешкімге қол жайып жыламадым. Ал сендер айлығымыз аз деп, анда тартсаң анда, мұнда тартсаң мұнда жетпейді деп қарыз сұрағанда қалтамдан табылатын ақша менің айлығымның көптігінен емес, осы түнгі еңбектердің арқасы еді. Өздеріңе шет жағалатып айтып көрсем, одан гөрі сендерге түріктің киноларын көріп, біреуің Ферхундеге, біреуің Банума, Шахрезад па кім еді, соларға еліктеп әңгіме айтқан тиімдірек көрінеді. Ал сенбі, жексенбі демалу керек деп жиын тойға, қонаққа барудан қолдарың босамайды. Менде сенбі, жексенбі деген жоқ. Қысы-жазы осы ауылға келемін. Ажар Ахатқызы әңгімесін аяқтай алмай, баяу басып алға қарай жүріп кетті. Біз не істерімізді білмей үнсіз тұр едік. Қасымызда келген апа самбырлап сөйлеп кетті. Қарақтарым, жүріңдер, самауырынға шай қойып, табаннан пісіріп қойдым. Қазір сарымайға былғап быжыма деген тағам беремін. Айранда, қаймақта бәрі бар. Жүріңдер үйге. Өздерің ажар қалқамның кімі боласыңдар? Біз осы жерде 5-6 жыл тұрамыз. Ылғи да жалғыз келеді. Ашылып бізге әңгімесін де айта бермейді, деді. Біз апамен ілесіп үй жанындағы сәкіге жайғасып, кейуананың әңгімесін тыңдап отырмыз. Бізді жұрт оралман дейді. Осы үйдің қожайыны қалада тұрады. Кейін осы үйін ажарға сатып жіберді. Енді далада үйсіз қалдық қой деп жүргенде, ажар, біздің үйде тұра беріңіздер, пәтерақы сұрамаймын. Тек маңайға бау-бақша егіп, тауық ұстап, шаруашылықпен айналысайық деп кеңес берді. Біз келістік. Бүгінде ажарға біз ғана емес, ауыл адамдары да дән риза. Бізді қаладағы театрға, концерттерге жиі апарып, балаларды да жаз айларында демалтып, олардың оқуларына да көмегін беріп тұрады. Ажардың қаладан келуін бәріміз де тағатсыз күтеміз. Ол келген күн біз үшін мейрам, той. Өзі сондай ақылды, жанашыр жан. Соңғы уақыт көп ауырып жүр. Тез жазылып кетсе екен деп бәріміз тілейміз, деген апамыз әңгімесін айта жүріп, дастархан үстін жайнатып қойды. Бізде асқа деген тәбет жоқ. Күнделікті қасымызда жүрген жанның қадір қасиетін енді түсінген дейміз. Бізді сол күні қалаға әкелгеннен кейін Ажар Ахатқызының демалысқа кеткенін білдік. Біз оны тағатсыздана күтіп, қашан жұмысқа келеді деп сағынып жүргенімізде, ол кісі жұмыс ауыстырып басқа қалаға көшіп кетіпті. Кейін білдік. Бұл күнде біздің бәріміз күнде лағман созып, оны дүкен асханаға өткізіп, біріміз гүл сатып, біріміз көптен қолға ұстамаған тігін машинасымен іс тігіп, әжептәуір іскер, ісмер жан болып алдық. Көп нәрсені көкейге тоқып, көңілге түйіп, өзге әлемнен келгендей күй кешіп жүрміз. Бұрынғыдай өсек әңгіме айтып, корей, түрік киноларының кейіпкерлерінің іс-әрекетін талқылап, талдайтын уақытымыз да, тіпті зауқымыз да жоқ. Ерінбей еңбек еткен жанға қаражат та табылады екен. Бірақ біз өзімізге анадай қамқоршы, ападай ақылшы, ұстаздай тәлім тәрбие берген жанашыр жан Ажар Ахатқызының жүрегіне өсекпен жазылмас жара салғанымызға өкініп жүрген жайымыз бар. Бізге қазір жаңа бастық келген. Кейде жағдайымызды айтып, алдына баруға да батылымыз жетпейді. Бір өзі бар әлемнің мәселесін шешіп отырғандай, бізбен тілдесуге уақыты да жоқ. Қабағынан қар жауып, «Ваши проблемы меня не интересует» деп қатқылданады да отырады. Осындайда Ажар Ахатқызын қалайша еске алып сағынбайсың? Бұрын ол кісі жайлы күбір-сыбыр әңгіме айтатындардың да іштей сағынып жүргенін сеземін. Бәрін айт та бірін айт, маған не жоқ? Ажар Ахатқызы сәл қолы қалт етсе, қал жағдайымды сұрап, қамқорлық көрсетіп, шашымнан сипағанда, мен анамның жоқтығынан алып, жастайымнан жетімдіктің зарын тартып өскенімді айтып, мұңымды шағатынмын. Алғашқы махаббатымнан да жолым болмай, қател қадамдар жасадым деп қиналғанымда, Ажар Ахатқызы құшағына басып, болашағың алдыңда, әлі бақытты боласың. Өткен іске өкінбе дейтін еді-ау. Бірде осындай күйде жүргенімде Ажар Ахатқызы түсіме кірді. Біз жұмыстағы қыздар бәріміз бір дастарханның басында отыр екенбіз. Бірақ бізге бетін бұрмай, өзі ғана ән салып тұр екен. Бір кезде бәріміз сол әнге қосылып, өмірге келгеніңе өкінбе сен деп жылап отырмыз. Содан оянып кеттім. Осы әннің бір шумағын қайта-қайта қайталадым. Сол бір аяулыда адал жанға деген сағынышым үдеп, жол жүруге асығыс дайындала бастадым. Қымбатты замандас, өзіңе жақсылық жасаған жандың сеніп айтқан сырының парақтарын өзгелерге ақтарып, жанын жаралап, көңіліне қаяу түсіруден абай болсақ деймін. Өмірде қандай қиындық болса да мойымауды, әрбір істі қайырлыға жоруды, өткенге өкінбеуді мен сол кісіден үйреніппін.
соңы